Қайырлы күн достар. ИП тоқтап тұрған кезде оны іске қалай қосамыз? Сол жайлы айтатын боламыз. Ең алдымен кабинет салық кезетіне кіріп аласыздар да, КНП сайтына кіріп аласыздар, налоговый заявление бөліміне кіресіздер. Кірген кезде ең соңына түссек, найти дегенді басамыз да. Міне данныйлар шықты. ИП қай кезден басталып, қай кезге дейін тоқтатылып тұр, осы жерде көрінетін болады. Енді біз регистрационный данныйға барып, данныйларымызды көріп аламыз. Қазір бізге ОГД номерлері керек болады. Регистрационный данныйға кіремізде проверить заполнение дегенді басып, бүгінгі күнімен обновить етеміз. Міне осы ОГД номерлерін жазып, немесе суретке түсіріп аласыздар. Қазір бізге керек болады осы. По месту жительства, по месту нахождения ИП деген. Қайтадан налоговый заявление бөліміне кіремізде, осы жерде при остановлении налоговой отчетности дегенге кіреміз. Жерде 3-ші порядктан бастап толтыратын боламыз. 213-ші пунктті таңдаймыз және С пунктін толтырамыз. Бүгінгі датаны қоясыздар. Және жаңағыдай ОГД-ны түсіріп алған кезде по месту нахождения ИП дегендегі ОГД-ны осы жерге жазасыздар. Барып, проверить заполнение дейміз, ошибок нет, отправить ОГД-ны жібереміз. ECP ключтың екінші файлымен, яғни ERSA файлымен қол қойып жібереміз. Осылай налоговыйға заявление жібереміз. Отправка успешно деп тұр. Окейді басамыз. Келесі налоговый бөліміне қайттан барамыз. Налоговый заявление бөліміне барамыз да. Ең соңында найтиді басамыз. Содан данныйлар шығады. Жіберілген принято деп тұрады. Жіберілгеннен кейін ИП бір күннің ішінде іске қосылады. Ары қарай ИП-мен жұмыс жасай берсеңіздер болады. Менің видеом сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап кетсіңіздер. ИП іске қосылған кезде, осы жерде дата закончена деген жерде датасы өзгертіліп, іске қосылады.